Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі басшылығының ауыл һәм су қожалығы мәселелері бойынша орынбасары Бозатау районы Еркіндария ауыл бұқаралар жиын аймағында көшпелі қабылдауын өткерді. Нәубеттегі репортажымыз міне сорынан тәйірланған. Райондағы 7-ші санлы Улыма орта білім беру мектебінде өткерілген көшпелі қабылдауға район хәкімі орынбасары, ауыл һәм су қожалығы бөлімі қызметкерлері, сондай-ақ аймақ тұрғындары қатынасты. Тикарынан қабылдауға бұқаралар су жетіп баруы қиын болған аймақтардағы машқаларды шешуді, салмаларды тазалау һәм жаңа салмаларды қазу зарар екенлігі бойынша өздерінің müracaатларын білдірді. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі басшылығының ауыл һәм су қожалығы мәселелері бойынша орынбасары білдірілген мәселелердің ешбірін шетте қалдырмады. Олардың müracaатларын тыңлады, машқаларының ұнамды шешілуі бойынша тараухан егелеріне анық тапсырмаларды белгілеп берді. Еркіндарияға келетін үлкен Бозатау каналы ұзындығы 45 км. Бұнда ізегештен өтетін 2 труба бар еді. Соның біреуі шіріп істен шыққан. Міне соны қайтадан жөнелеп беруді өтініш қылдым. Бұл бойынша менің мұражатым орнатылған болды. Һәм сондай-ақ мектепке келетін бір 100 метр, 200 метрлі салма бар еді. Бұнам қазып беру бойынша мұражат қойылды. Мектеп мұғалімдер атынан бұлам орналатылған болды. Атап айтқанда районда әр haftaның шембі һәм екшембі күндері тек қана қитақ жерлерге су жеткізіп беруді шөркемлестіру бойынша районлық су қожалығы бөліміне тапсырмалар берілді.